Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен Қазақстан тарихы пәнін жүргізетін мен Ақманар Нұрланқызы. Біздер өткен сабағымызда 1836-1838 жылдардағы Бөкей Ордасының қазақтарының көтерілісіне тоқталған болатынбыз. Ол сабақта біздер қазақ халқының отаршылдыққа қарсы күресінің себеп-салдарын анықтадық, және де сол кезде ұлт-азаттық көтерілісінің басшылары болған Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлының рөліне баға берген болатынбыз. Бүгінгі енді өтетін сабағымыз Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді тақырыпты жазып қояйық. Енді оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық қозғалыс жайлы білу, ұлт-азаттық қозғалыстың шығу себептерін және тарихи маңыздылығына баға беру. Сонымен қатар Кенесары тұлғасының ерекшелігін талдау. Ең алдымен Кенесары хан кім деген сұраққа жауап берейік. Кенесары хан ол 1802 жылы дүниеге келген, қазақтың ханы, қазақтардың патшалық Ресей мен Қоқан хандығына қарсы ұлт-азаттық қозғалысының басшысы. Сонымен қатар Қасым Сұлтанның баласы, Абылай ханның туған немересі. Ол көтерілістің болашақ басшысы ретінде кішкентайынан аттың құлағында ойнап, құралайды көзге атқан мерген болған. Өзінің ғажайып аңшылығымен, қарақылды қақжарған әділдігімен, ерік жігерімен, қажымас қайратымен, қайтпас қайсарлығымен, қаһармандығымен танылған болатын. Оның бойында ұйымдастырушылық және әскери қолбасшылық таланты мол болды. Сонымен қатар 1837 жылы Кенесары Қасымұлы жетекшілігімен үлкен көтеріліс басталды. Ол Қазақстандағы ірі көтерілістердің бірі болды. Оған 300-дің қазақтар түгел қатысты. Кенесары тарих сахнасында өзінің бабасы Абылай ханның ісін жалғастырушы ретінде танылған болатын. Бұл көтерілістің басталуына не себеп болды? Ең алдымен қазақ шаруаларына Қоқан, Хиуа, қырғыз манаптары, орыс помещиктері, қазақ феодалдары түрлі озбырлықтар жасап отырды. Оның ең алдымен мал шаруашылығы, сонымен қатар егін шаруашылығымен айналысатын, сонымен күн көретін қазақтардың жерлерін тартып алды. Одан кейін оларға алым-салықты күнде көбейтіп отырды. Ал тек қана алым-салықты көбейтпен қоймай, сонымен қатар бей-берекет әлсін тонап отырған болатын. Осының барлығы халықтың қатты күйзеліске ұшыратып, күн көрісін қиындатып жіберіп, соны ызасын туғызып, халық көтеріліске шыққан болатын. Көтеріліске шыққандағы ең бірінші мақсаты қазақтардың патша үкіметі тартып алған ата мекен өздерінің қоныстарын, жерлерін өздеріне қайтарып алу. Сол кезде құрылған округтерді тарату, сонымен қатар алым-салық жинауды тоқтату. Қазақ жеріндегі патша бекіністерін жермен жексен ету болып есептелінді. Одан кейін бұл көтерілістің ең алғашқы қозғаушы күші қарапайым көшпелілер, яғни қарапайым халық болып есептелінеді. Бұл қарапайым халықты қолдаған старшындар, билер, сұлтандар. Осы екеуін алып жетекшілік етіп батырлар, яғни Кенесары Қасымұлы көтеріліске шыққан болатын. Бұл жерде тек қана қазақтар болған жоқ, сонымен қатар орыстар, башқұрттар, өзбектер, тағы да басқа ұлт өкілдері болды. Енді бұл жерде оқушылар Кенесары ханның картасына назар аударайық. Сол кездегі ұлт-азаттық күрестің ең алдымен сарымен боялған сол кездегі 19 ғасырдың 20-30 жылдардағы қазақтың Ресейге қараған жері. Ал мына қызылмен ол Қытай империясына. Бұл жерде Хиуа хандығымен, жасылмен бояған Қоқан хандығы болатын. Тек қана сол кезде билік еткен Кенесары күлгін түспен қоршалған, осы ғана тек қана Кенесары ханның сол кездегі билік еткен қазақ жері болып есептелінді. Енді мына қызыл стрелкалармен ең бірінші 1837 жылы Ақтау бекінісінде Кенесары ханның
көтерілісі басталды. Ол 1838 үлкен жорық ретінде Ақмола бекінісіне барды. Енді Ақмола бекінісін алу туралы мына жерде біздер қарап өтейік. Кенесары сарбаздарының бекіністің жан жақтан өртеуі мына салтатты әскермен белгіленген. Одан кейін өртегеннен кейін мындай болып бекінісі өртеп, сол бір бағыттан бекініске тіке шабуыл жасап, Ақмола бекінісін басып алған болатын. Бірақ Ақмола бекінісін басып алса да, Кенесары ханның көтерілісі ұзаққа бармады, яғни жеңіліс табады. Оның ең басты себебі көтеріліс ұзаққа созылды, яғни көтеріліс 10 жыл болды. Осы 10 жылдың ішінде әскери құрамда азайып, халық кейін қарай тартынып, Кенесары ханның серіктері қоршауды бұзып, ханның аман құтылуы туралы ұсыныс жасап сөйткен болатын. Бірақ та Кенесары Қасымұлы және оның інісі Наурызбай Қасымұлы да осы қырғыз манаптарынан қайтыс болған болатын, солардың қолынан. Енді сонымен қатар негізгі тағы бір себептері, олар кейбір феодалдардың қолдамауы, күштің тең болмауы, яғни патша үкіметінің күші көбірек болуы, басқа жерлерге ығысу болатын. Оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті болса, бірнеше тапсырмалармен біздер білімімізді бекітіп шығайық. Бірінші, фишбаун әдісі арқылы сіздер балықтың қаңқасына өткен көтерілістің басталу себептері мен мақсаттарын жазасыңыз, көтерілістің қозғаушы күшін жазасыңыз, содан кейін барып қорытындыға сол салдары, яғни қалай аяқталды көтеріліс, қалай баға бересіз, соны жазасыңыз. Дәптерімізге осыны орындаймыз, оқушылар. Бұл бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға көшейік. Сырым мен Кенесары көтерілісінің салыстырмалы сипаты, яғни Вен диаграммасы. Вен диаграммасы бұл біздерде екінші тапсырмамыз, және қорытындылау бағытында өткен сабақпен байланыстырып өтейік. Бұл жерде ұқсастығын және де әр көтерілістің өзінің ерекшелігін. Ең бірінші ұқсастығынан бастайық. Отаршылдық езгіге қарсы бағытталған, екеуі де патша үкіметінің. Одан кейін қазақ шаруалары, биле старшындар қатысты қозғаушы күші, және де қазақ өлкесіндегі ең ұзақ көтерілістер болып есептелінеді. Енді Кенесары Қасымұлы феодалдық топтардың Кенесарының қолдамауы, қоқандықтардың тепкісіндегі қазақтарды азат етуі, бүкіл Қазақстанды қамтыған ұлт-азаттық қозғалыс және де 10 жылға созылды. Сырымда атылы бастаған, ол Еділ Арал теңізін қамтыған, қазақ феодалдарының арасындағы алауыздық және руаралық қайшылықтар, сонымен қатар Еділдің шығысындағы ірі халықтық сипаттағы қозғалыс көтеріліс 14 жылға созылған болатын. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, сіздермен кері байланыс ұйымдастырғым келіп отыр. Яғни ойды аяқта. Сіздер бүгін не білдіңіздер, одан кейін не үйрендіңіздер, қолыңыздан не келді, және де бүгінгі сабақта сізге қиындық тудырған не. Осы кері байланысты дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, алдымызға қойған мақсаттарға жеттік деп ойлаймын. Әр мақсат орындалды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.